Мен Қытайдың Іле Қазақ облысы Күнес ауданы Аралтөбе қалашығына қарасты Қарағайсу Қыстақ деген шағын елді мекен дүниеге келгем. Енді Күнес туралы көптеген осыған дейін де айтылған, жазылған әндер көп. Себебі Күнес өте көркем жер еді. Күнес әлем бойынша жер көлеміне шаққанда қазақтар ең көп орналасқан мекеннің бірі. Сонау 90 жылдардың өзінде 150 мың қазақ бар деп ресми ақпаратта, статистикада солай айтылатын. Ал бейресми ақпарат 300 мыңға жуық қазақ әлі де бар деп айтылады. 2000 жылы осылай көшкенге дейін сол Күнес ауданында өмір сүрдік. Қазір ол жерде Қытайға белгілі саяхат орындары өте көп. Жазы жаз, күзі күз, көктемі көктем, қысы қыс болатын. Осы Жетісудың шығыс қапталындағы ең бір шұрайлы мекендердің бірі. Біз сонау тәуелсіздік алар алмастан елең алаң шақтан бастап отбасымызда Қазақстан туралы әңгіме жиі болатын. Себебі шекаралық аймақта болғандықтан да Азаттық радиосын тыңдайды, Қазақ радиосын тыңдайды, ән күй, осы жақтан шыққан кітаптар бар, мәдени байланыстар белгілі дәрежеде жүріп тұрған болу керек. Үлкен кісілер Қазақстан тәуелсіздік алыпты деген әңгімені 90 жылдардың басында мен бала кезімде айта бастады. Ең алғаш мектеп оқулығында география деген, жағрапия деген оқулық болды. Сол оқулықтан мен Қазақстанның туын көріп, Біріккен ұлттар ұйымының мүше елдердің тулары ілініп тұрғанда Қазақстанның туын көріп қатты әсерленгенім бала кезімде. Әлі жадымда. Көк туымызды көргенде қатты әсерлендім. Үйге алып келіп елдің бәріне көрсетіп, үй ішімізбен бірге қарап, ойбай Қазақстанның туы осы екен, ерекше әдемі екен деген бір сезімде болдық. Содан бастап біз Қазақстанға көшеміз деген сөз шықты. 2000 жылы отбасымызбен Қазақстан көшіп өттік. Әрине ол кезде көші-қон процесі өте қиын еді. 4-5 жыл құжат жинаудың өзіне осы жақтан көші-қон шақыртуын алу, виза аштыру, документтер жасаудың өзіне 3-4 жыл уақыт кетті. Біз тәуелсіздік, сол Күнес ауданынан тәуелсіздік жылдары ең алғашқы көшті бастап өткен топтың алғашқы көш басшысы біз болдық. Себебі 13 отбасы сол бір жолда бір автобуспен, бір КамАЗ жалдап жүктерді алып өттік. Оқырман жастарға оқыса көп санасын тартатын. Шинжан қазақ әдебиеті десе менің есіме бірден лагерь әдебиеті есіме ойыма оралады. Себебі Шинжан қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың басында тұрған Ақыт Қажылы, Таңжарық Жолдылы, басқа да қаламгерлердің бәрі сол кездегі саяси биліктің түрмелерінде отырды. Мысалы, Таңжарық Жолдылы 1940-тан 46 жылы 6 жыл Үрімжідегі түрмеде отыр, және негізгі шығармаларының денін сол түрмеде жазды. Ал одан кейінгі буынға келсек, біз мәдениет төңкерісінен кейін 1960-70 жылдары бүкіл қолына қалам ұстаған, ұлтқа сөз айтатын зиялы қауым деп есептелетін тұлғалардың бәрі қуғын-сүргінде, лагерде, Тарым түрмесінде немесе Үрімжідегі түрмеде, одан қалған ауылдағы түрмелерде, жергілікті әкімшіліктердің бақылауында болды. Бірақ сол кездегі шығармалардың денін олар түрмедегі әдебиеттің жалпы тақырыбын жан-жақтылық қаузады деп айтуымызға болады. Маған Шинжан қазақ әдебиетінің өткен туралы ойласа, мысалы 60-70 жылдардағы буынның түрмеден шыққан соң 80-90 жылдардағы жазған шығармаларының легі ойыма оралады. Олардың мысалы Оразқан Ахмет, Жұмабай Біләл, Жақсылық Сәмитұлының бәрі де қуғын-сүргінде болған, немесе қатаң бақылауда болған, алды Тарымдағы лагерде 20 жылдап жатқан қаламгерлер. Айталық болған енді ең басты шығарма ретінде Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романын, 6 томдық қылмыс романын айтсақ болады. Ол кісінің 80 қанша жыл өмір сүргенде тең жарты өмірі түрмеде өткен адам. Оны бүкіл әлем біледі, бүкіл қазақ әдебиетінен хабарлар көпшілік жақсы біледі деп ойлаймын.
Ал осы кездегі әдебиеттің ең негізгі тақырыбы саяси қуғын-сүргінді олар сырт айналып өткен жоқ. Оны өз шығармаларында өте өзекті тақырып ретінде көтере білді. Қылмыс романының 6 томдығы тарымдағы бүкіл өзінің өмірбаянын негізге тұрып жазылғанмен, негізгі бөлігі тарымдағы күндері Қажы Құмардың. Одан кейінгі мысалы Оразхан Ахметтің Құмдағы іздер деген керемет классикалық романы бар. Онда жай ғана бұрынғыдай саяси оқиғаларды емес, түрмеге түскен қарапайым адамның, кішкентай адамның болмысын барынша ашқан. Ондағы түрмеге түскен адамдар неден күйзеледі, қалай түсті, одағы түрмедегі атмосфера қалай болды, лагердегі. Олар неден қуанды, бірін-бірі қалай сатты, біріне-бірі қалай қастық ұйымдастырды. Байшқанда лагердің өзі өмір ретінде керемет бір шығармалармен керемет образдар жасай білді. Сол шығармалардың дені бұл қазақ әдебиетінің, жалпы қазақ әдебиетінің үлкен бір қомақты бөлігі деп айтуымызға болады. Әрине, Қытайдағы қазақ әдебиеті десе тек қана түрме әдебиетін немесе түрмедегі өмірді саяси қысымды ғана жазған жоқ, олар барлық жанрда қалам тербеген, барлық жанрды қамтыған. Естуімше осыған дейін 100-ге тарта роман жазылыпты. Қытайдағы қазақтардың әдебиетінде 100-ге тарта роман бар екен. Олардың енді ала құлалығын есептемесек те, біз бәрібірде қазақ әдебиетінің үлкен бір қазынасы бар, сол жақта жатыр деп айта аламыз. Маған Шинжаңдағы қазақ әдебиеті деген кезде ең алдымен ойым оралатыны, қазіргі жағдаймен есептегенде біз соны өзіміздің қажетімізге, руханиятымызға жарата алдық па деген сұрақ туады. Себебі білесіздер, енді ол жақта қазір қазақ тілі жойылу үстінде, қазақ аз ұлттардың саяси жағдайда қиындықта тұр. Ал олардың жазған шығармалары қайда сақталу керек? Негізі Қазақстанда сақталу керек еді. Біз соны белгілі бір мәдени мұра деген секілді бағдарламалар арқылы болса да, сол жақтағы жазылған енді сапасы жоғары көркем әдебиетімізді осы жақтың жазуына, өзіміздің оқырмандарға ұсынып, қазынаға айналдыру керек еді. Күн ертең о жақта тіл жойылды, о жақта жазу жойылады. Сол кезде ол жазылған дүниелер тек қана мұрағаттарда ешкім оқымайтын, ешкім білмейтін керексіз дүниеге айналып қала ма деген қорқыныш бар. Ал енді Шинжаңдағы қазақ әдебиетінің бүгін десек, бізге осы 90-шы жылдардан кейін ол жақта әдебиеттің жаңа түлеуі болды. Одан бұрынғы буындар Әуезовтің, Мүсіреповтің, Мұқановтың осы қазақ әдебиетінің классикалық үлгілерінің даму процесі арқылы, соны оқу арқылы жетілсе, ал кейінгі әдебиетте олар аудармаға көп мән берді. Қытайда мысалы Көкжиек деген журнал болды. Оның аудармалары әлем әдебиетін көп аударды, және Қытай тіліне аударылды, және Қытай тілінен өзіне керектіні ақпараттар алды. Сондықтан да 90-шы жылдан кейінгі әдебиетке келген буындардың бұрынғы толқынмен салыстырғанда әдеби потенциалда жазған шығармаларының көркемдік ерекшелігі де мүлде өзгеше деуге болады. Шинжаңнан келген қазақ қаламгерлер енді 90-шы жылдар тәуелсіздік ала салып, ең алдымен осы жаққа келгендер бір қызық дерек бар. Ең алдымен осы тәуелсіздік ала салғанда осы жаққа келген жұрттың басында қазақ әдебиетінің сол жақтағы өкілдері тұрды. Бағана атын айтқан Жақсылық Сәмитұлынан бастап, кейінгі толқын жаңадан қолына қалам алған әдебиетке қызығатын жастардың дені осы Қазақстанға, кемі сол жақта тең жартысы, сол жақта қалам ұстайтын тең жартысы осы атамекенге оралды деп айтуымызға болады. Әрине, бұл жаққа кеп бәрі әлеуметтеніп, әдеби ортаға сіңісіп, немесе өзінің шығармашылығымен тұрақты айналысып кете алған жоқ. Көптеген сол жақта танымал, сол жақта қаламы қалыптасқан қаламгерлердің осы Қазақстан келген соң, олар Қазақстанның әр ауылында жатыр, немесе көбі осы жақта кеп қайтыс болды. Бірақ біздің оқырмандар одан бейхабар. Олар қандай шығармалар жазды, әдеби ортаға қалай араласты, немесе болашақта осы солардың жазған тартпаларында қалған, жарияланбай қалған дүниелерінен бір ауқымды, маңызды, актуалды тақырыптарды қозғаған шығармалар болуы мүмкін. Ең өкінішті, біз оларға санақ жүргізгеніміз жоқ, және олардың осы жаққа келіп әлеуметтенуі, шығармашылықпен айналысуына біз ешқандай да ықпал ете алғанымыз жоқ. Бұл біздің
ұлт әдебиетінің бір қасіретінің бір тарамағы. Мен білем, мысалы, ауылда жатқан ақындарды білем, ауылда жатқан қаламгерлерді білем. Жасы өтіп, немесе 50-40-50-ден кейін Қазақстан қоныс аударғандардың көп ошақ кеп, қарапайым қоңыр тірлік кешіп ауылдарда жатыр. Оларды негіз зерттеу, оларды шығармашылығымен қандай шығармалар жазды зерттеу керек, қатарға қосу керек, айналымға енгізу керек деп ойлаймын өз басым. Енді Шинжаңнан келген қазақтардың дені бір 70-80% ауылдарға орналасып жатыр. Бұл заңдылық та енді. Ойласаңыз, мына Алматы облысы, Шығыс Қазақстан облысында өте көп. Олар ауылда, мен білем, мысалы, кейбір ауылдарда жабылуға шақ қалған мектептер болған. 4-5 сынып қалған, бәрі қалаға көшіп кеткен шағын ауылдар бар ғой, мысалы енді. 40-50 үйлік отбасылық ауылдардың 90 жылдан кейін оралған қазақтар, сол арғы беттен келген қазақтардың қоныстануымен қайтаран мектептер ашылды, қайтаран сол жерге тыныс тіршілік құйылды. Десе де, негізінен олар ауылды жерлерде малмен және мал бағумен және егін салумен айналысып жатыр. Ал қалаға келгендердің көп бөлігі саудаға немесе қара жұмыстармен істеп жүр. Себебі біріншіден тіл білу, бұл жерде тіл білу өте қиын. Тілді орыс тілін білмеудің қиындығы бар. Екіншіден құжаттану мәселесі бар. Үшіншіден осы ортаға сіңіру және осы қоғамдық ортаға бейімделу процесі бар. Бұның бәрі біздің мемлекетте бір жүйеге қойылмаған жұмыстар, сондықтан да адаптация процесінен өте ауыр өтіп жатыр деп болады. Әрине енді ол бүкіл халыққа неметпейміз, ішінде мүлдем осы жаққа араласа алмай қалған, оқшау өмір сүріп жатқан отбасылар өте жетерлік. Бұл енді оралман деген атау ең алғаш құлаққа түрпідей тиген болу керек, көп сыналған атаулардың бірі болды. Бірақ десе де енді қаны бар қазақпыз, бір қанды алталашты елміз, қарға тамырлы қазақпыз деген ұғымнан қандас деген сөз құлаққа жылы естілген болар. Оның бір саясида үлкен бір астары жоқ, енді қоғамдық процестердің, қоғамдық пікірлердің негізінде солай қалыптасқан шығар деп ойлаймын, солай ауыстыруға жөн сынаған шығар. Маған оралман десе де, немесе сыртынан қандас десін, ол маған ешқандай бір өзгеше ой тудырмайды. Шинжаңдағы саяси жағдай ол енді 21 ғасырда жасалып жатқан, адамзат баласына жасалып жатқан үлкен қиянаттың бірі деп ойлаймын. 21 ғасыр бізге не берді, адамзатқа не берді дегенде ең үлкен еркіндіктерді берді. Ол сөз еркіндігі, сенім еркіндігі, ой еркіндігі, жеке бастың еркіндігі. Ал сол еркіндіктердің бәрі жоқ болған кезде адам не болады? Адам қуыршаққа айналады. Бұл үлкен трагедия. Мен одан да үлкен трагедиясы сондай қысымның астында, сондай қоғамда өмір сүріп жатқан адамдардың соны жөн сынауы және өзін бақытты сезіне алу. Бұл үлкен трагедия деп ойлаймын. Себебі қиялдаудың өзін қиянат көретін қоғамда өмір сүріп жатып, мемлекеттік пропаганданың арқасында өздерін біз ең мықты елміз, мықты елде тұрып жатырмыз, біз баймыз, біз бәрін мойындатамыз деген үстем ойлардың жетегінде өзінің қасіретін сезінбейтін халық қалыптасып келе жатыр. Үлкен бір буын, үлкен шоғыр қалыптасып келе жатыр. Бұл адамзаттық трагедия. Шинжаңдағы қазақтардың егер сол жақта қалса, олардың әбден құқы бар сол жақта өмір сүруге. Егер қалар болса, олар ассимиляцияға ұшырайды. Мәселе қай елде, қай жерде өмір сүруде емес, адам болып өмір сүруде. Мысалы, шетелде тұратын көптеген басқұлттар бар, мысалы, армяндар. Олар Америкада жүрсін, немесе басқада жүрсін, олар армян ұлт екенін өздері ұмытпайды және Арменияны өзінің отаным деп санайды. Бізде сондай, біздің халықтың бойында сондай қасиет бар ма, жоқ па, ол күмәнді. Қытайда да өмір сүрсе де өзінің қазақ екенін жоғалтпаса, қазақы болмысын жоғалтпаса, ол енді үлкен трагедия емес еді. Ең үлкен трагедия өзінің кім екенін ұмыту, немесе өзінің қазақ болғанынан жеріну психологиясы үстем болып кете ме деп қорқамын.
Ал Шинжаңдағы қазақ әдебиетінің болашағы енді ол жақта бұдан кейін Қытай тілді жазушы қаламгерлер көбейетін секілді. Ол 90 жылдардан басталған, бірен-саран біздің қаламгерлер бар, қытайша жазатын, және сол арқылы бүкіл Қытайға танылған жазушыларымыз бар. Ал болашақта сол буынның сондай тұлғалардың көбеюі мүмкін. Ал оның шығармашылық әлеуеті қалай болады, оны әр адамның өзіне байланысты, әр қаламгердің өзіне байланысты. Қытайдың деректеріне сай 20-ға жуық ұлт тұрады негізі. Бірақ Шинжаңда мен білетін енді нақтылы әдебиеті бар, әдебиеті қалыптасқан ол ұйғыр әдебиеті, қазақ әдебиеті, енді Қытайдың 50 жылдардан кейін Шинжаңға қоныстанған Қытайдың өзінің әдебиеті бар. Негізгі әдебиеттер солар. Бұл жерде енді ұйғыр әдебиетіне кеңірек тоқталуға болады. Ұйғырлардың олар да қазақ қаламгерлері басып өткен жолды олар да басып өтті. Олардың да алғашқы буындары бәрі түрмеде немесе лагерде отырды. Бірақ олардың бірі артықшылығы 90-80 жылдың соңынан бастап 90 жылдары 2010 жылға дейін шетел әдебиетін өте көп аударды. Мен кішкентай бала кезімде Қытайда енді кітап дүкендеріне кіргенде ұйғырша кітаптардың толып тұрғанына қызығатынмын. Олар әлемдік философияны, әлемдік мифологияны, әлемдік әдебиетті, әлемдік тарихты көбірек аударды. Соның жемісінде көрдім, мықты ақындар шықты. Мысалы, Әділ Тунияз деген ақыны бар. Ол ақын енді әлемге танылған ақын, қазір енді Қытайдың саяси түрмесінде жатыр деп айтылады. Сол секілді көптеген жазушылар болды. Еуропада сыйлық алған, әлемнің тілдеріне көп аударылған жазушылар да өте мықты болды. Өкініштісі қазір сол бұрын 20-30 жыл бойы аударған кітаптар немесе өздері жазған кітаптардың бәрі өртелді, қоқысқа тасталды деген сөз бар. Ол шын ба, жалған ба білмеймін. Егер сондай болса, бір ұлттың 30 жыл бойы төккен терін, рухани қазынасын күлге айналдыру ол үлкен қиянат деп ойлаймын. Бірақ бір нәрсе бар, Шинжаңда Қазақстан тұрғанда жоғалып құрып кетпейді. Және олардың әдебиетте жоғалмайды деп ойлаймын. Себебі біз жеке отандары бар екен, олар қалайда жас баласы болса да есіне сақтайды. Ол біздің Қазақстандағы әдеби процесс ол жаққа өзінің ықпалын жалғастыра береді. Емір Байғазин, қазақстандық белгілі режиссер Емір Байғазиннің басына жазам ба? Өзім қай жеріне жазсаң соңына жазып қойсаң да болады мына. Газет деген саған қайсыны? Жоқ, үйтіп беруге болады. Ортасына ше мынандай қылып, дәл бірдеңе Емір Байғазин мынандай жердеңе деп. Соны айтып отырмын, соған енді ақпарат дайындап қоймайсың ба? Дайындаймын қазір. Иә. Соны мына жерге кіргенде алдымен адам оны мына сен анау пусаннан бастап бәрін оқымау мүмкін. Аслан сабақтар ішіне жақша жұқы 2013. Бірдеңке 2017, бірдеңке 2010. Және басқа фильмдердің авторы халықаралық пәлен сыйлықтың иегері. Бұл сөйтіп бөлек тұрса, саған ақпарат толық болады. Арғапай оқымаса да соны халық есіне сақтау керек. Бірінші бетте суреттерін дайындайын. Суреттерін дайындайын. Мынаны бір оқып шық өзің. Мына мен жерде дүдемел болғанда сен бір фильм туралы тоқтырсың. Жалпы сен бұл жерде бұл фильм көп жазылған, талқыланған ең алғашқы фильм ғой. Оның одан басқа өлең оқишы. Алғаш Күнес өзенінің жағасында отырып, неге шылым шектім? Не үшін шектім есімде жоқ. Шылымды құшырлана сорып, өзен иіріміне ұзақ телміргенде кім туралы ойладым екен? Қара ит ұлып жұртта қалғанда неге сонша боздадым? Содан бері көзімнен неге бір тамшы жас шықпады? Неге әке мінген қараттың оқыранғаны түсіме жиенеді? Туған жер туралы сөз етуді неге ұнатпаймын? Бағдар шамнан өтерде неге өмір туралы ойлаймын? Мен осы ғашық болып көрдім бе? Осы сұрақ неге көкейімнен кетпейді?
Неге, не үшін ғашық болу туралы сөз етіп отырмын? Түсінбеймін. Бәлкім есім ауыса бастаған болар. Үрей басқан Алматыны жүрегім неге жатырқай береді? Қазір де шылым шегудемін. Түтін көкірегімде қалықтап барады. О, не туралы ойласам екен? Кімді сағынсам екен? Кімге табынсам екен? Азан даусын естімегеніме қанша уақыт болды. Шіркеу қоңырауының қаңғырлаған үнінде ұмытқалы қай заман. Дәл осы шақта монахтар бұтқанасында шарт жүгініп, ғибарат бәйттерін оқып отырған болар. Молдалар мен пірәдарлар есен шығар. Олар мен үшін дұға жасар ма екен? Оларға менен дұғай сәлем жолдаңыз. Бағдаршамға телміріп көшелерді кесіп өтерде, неге өлім туралы ойлай берем? Мені неге мен ұмытып кетті? Оған да дұғай сәлем жолдағайсыз.